Араға қанша жыл салып қайта келген ұлттық мерекеміз құтты болсын қазақ елі. Бұл еліміз үшін аса маңызды әрі мәртебелі мереке. Осы мерекеге орай қазақ халқының болмысы мен мінезін керемет суреттейтін Қадыр Мырзалидың бір өлеңін оқып бергім келеді. Бабалардың от басқан табанымен, бірде екен жақсысы жаманымен, бір жаманы тынымсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең, бір жаманы жел сөзге ерген екен, бір жақсысы тілгерік берген екен, бір жаманы кетпенге ора шолақ, бір жақсысы найзагер мерген екен, бір жаманы кешігіп әліппе ашқан, бір жақсысы күйлері көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатқан, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан, бір жаманы шаруаны маңдытпаған, бір жақсысы қулықпен жан тұтпаған, бір жаманы үйленіп жеңгесіне, бір жақсысы